Кеш жарық, менің есімім Башбек Аружан, және бізде мидтермнің тақырыбы қазақ мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы. Біздің жеріміз адамзат өркениетінің ежелгі бесігі. Қазақстан аумағында адам баласы көне дәуірден бері өмір сүріп келеді. Бұл кең байтақ далада талай тайпалар мен мемлекеттер өмір сүріп, қазақ халқының этникалық және мәдени негізін қалыптастырды. Қазақ хандығы құрылуының аға шарттары біздің ата-бабаларымыздың ежелгі мемлекеттері сақтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлылар, болашақ қазақ мемлекеттігінің бастау кезі болды. Сақтар біздің заманымыздан бұрын 1000 жылдықта өмір сүріп, қазіргі оңтүстік және шығыс Қазақстанда, Жетісу мен Арал маңында қоныстады. Олар ержүрек, азаттықты сүйген халық еді. Томирис патшайымның ерлігі елінің тәуелсіздігі үшін күрестің символы болып қалды. Сақтардан қалған Бесшаттыр, Есік, Шілікті қорғандары, Алтын адам секілді мұралар ежелгі мәдениеттің куәсі. Ғұндар қазіргі орталық және солтүстік Қазақстанды мекендеді. Олардың көсемі Аттила Европаға дейін жорық жасап, тарихта өшпес із қалдырды. Үйсіндер Жетісу өңірінде Іле, Шу және Талас өзендерінің бойында өмір сүрді. Олар отырықшы және көшпелі шаруашылықты қатар дамытып, қала мәдениетінің негізін қалады. Қаңлылар болса Сырдарияның орта және төменгі ағысы мен Қаратау өңірін мекендеген. Олар өз заманының дамыған мемлекеттерінің бірі болып саналады. Ұлы Жібек жолы бойында маңызды рөл атқарды, және де 6 ғасырда құрылған түрік қағанаты 552-603 жылы өмір сүрген түркітілдес халықтардың бірігу кезеңі болды. Қағанаттың билік жүйесі, әскери тәртібі және Орхон, Енисей жазба ескерткіштері кейінгі түркі мемлекеттеріне үлгі болды. Одан кейін Батыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты Түргеш, Қарлы, Қарахан мемлекеттері де өмір сүріп, олардың әрқайсысы мемлекеттілік дәстүрді дамытты. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрді, және де исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдап, мәдениет пен ғылымды өркендетті. Ал Қимақ қағанаты болса 9-11 ғасыр өмір сүрді, және Қыпшақ 11-13 ғасырда мемлекеттері қазіргі солтүстік пен батыс Қазақстанды, Ертіс пен Еділ бойын қамтыды. Қыпшақтар қазақ халқының этникалық құрамының негізін қалады. Осы мемлекеттердің тәжірибесі, саяси жүйесі мен мәдени мұрасы кейін қазақ хандығының құрылуына негіз болды. Қазақ хандығының құрылуы және территориясының қалыптасуы. 15 ғасырдың ортасында Әбілқайыр хандығының әлсіреуі мен ішкі қақтығыстар ел бірлігін бұзды. Сол кезде Керей мен Жәнібек сұлтандар өз халқымен бірге Моғолстанның батыс бөлігі Шу мен Талас өзендерінің бойына көшіп барып, 1465-1466 жылдары қазақ хандығын құрды. Бұған түрткі болған маңызды оқиға Қара Қыпшақ Қобыланды батыр мен Ақжол би арасындағы қайғылы қақтығыс еді. Дайыр Қожа би, лақап аты Ақжол би, ел ішінде беделді, әділ адам болған еді. Алайда оны Қара Қыпшақ Қобыланды батыр
өлтірген кезде халық Әбілқайыр ханнан әділдік талап етті. Хан Қобыландыны жазаламай, оны қорғап шыққан соң ел ішінде наразылық күшейді. Сол оқиғаға байланысты Қодан би Қодан тайшының ұлына арнаған жоқтау өлеңі бүгінге дейін жетті. Қара қыпшақ Қобыланды нең бар еді, құлыным 80 асып таянғанда 90-ға тұра алмастай үзілді ме. Жұлыным адасқанын жолға салдық бұл ноғайлы аққан бұлақ, жанған шырақ, жалғыз күнде құрыдың. Қара қыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным. Бұл өлең сол заманның ащы шындығын бейнелейтін тарихи дерек. Дәл осы әділетсіздікпен биліктің әлсіреуі Керей мен Жәнібектің елді бастап тәуелсіз хандық құруына себеп болды. Бастапқыда хандықтың аумағы Шу мен Талас өзендерінің бойында болды. Кейін Қасым хан тұсында хандық күшейіп, шекарасы батыста Жайыққа, шығыста Ертіске, оңтүстікте Сырдарияға, солтүстікте Есіл мен Тобылға дейін кеңейді. Қасым хан мемлекет заңдарын жүйелеп, Қасым ханның қасқа жолын енгізді. Кейін Хақназар, Есім, Тәуке хандар елдің бірлігін сақтап, мемлекетті нығайтты. Тәуке ханның 7 жарғы заңдар жинағы қазақ қоғамның құқықтық жүйесінің негізі болды. Осы кезеңде қазақ хандығы көрші елдермен дипломатиялық қатынас орнатып, мәдениеті мен экономикасы дамыды. Бұл қазақ халқының тұтас ұлт болып қалыптасқан дәуірі еді. Қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру кезеңдері. 20 ғасырдың басында патшалық Ресейдің отарлық саясаты күшейді. Осы кезде қазақ зиялылары ел тәуелсіздігін қайта жаңғырту мақсатында алаш қозғалысын бастады. Қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру және тәуелсіздікке жету тарихы. 20 ғасырдың басында қазақ халқының қоғамдық және саяси өмірінде үлкен өзгерістер орын алды. Патшалық Ресейдің отарлық саясаты күшейіп, жергілікті халықтың еркіндігі шектелді. Қазақ халқының жері тартып алынып, орыс қоныстанушыларына берілді. Халықтың тұрмысы нашарлап, ұлттық сана мен тәуелсіздік идеясы қайта жандана бастады. Осындай күрделі тарихи жағдайда қазақ зиялылары ел тағдыры үшін бірігіп, азаттық қозғалысын бастады. Бұл қозғалыс алаш қозғалысы деп аталды. Оның басында ұлттың ардақты перзенттері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып, Дулатов, Мұстафа Шоқай сияқты тұлғалар тұрды. Олар елдің болашағын білім мен бірлікте деп білді. 1917 жылы желтоқсан айында Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінде Алаш автономиясы жарияланып, Алаш орда үкіметі құрылды. Бұл қазақ халқының ғасырлар бойғы мемлекеттік идеясын қайта жаңғыртқан маңызды тарихи оқиғалардың бірі еді. Алаш орда үкіметі ел басқару, жер, тіл және білім беру мәселелерін шешуге тырысты. Олар ұлттық әскер құрып, оқу ағарту ісін жолға қоюға күш салды. Бірақ азамат соғысы мен кеңес билігінің орнауы Алаш үкіметінің қызметін тоқтауға мәжбүр етті.
Дегенмен алаш идеясы кейінгі ұрпақтың санасында тәуелсіздік пен бірлік ұранын мәңгі қалдырды. 1920 жылы Кеңес үкіметі билікке толық ие болғаннан кейін Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы Қазақ АКСР құрылды. Оның астанасы алдымен Орынбор, кейін Қызылорда және Алматы қалалары болды. 1936 жылы Қазақ АКСР КСРО құрамындағы Қазақ кеңестік социалистік республикасы Қазақ КСР мәртебесіне ие болды. Бұл кезеңде Қазақстан кеңестік жүйенің бір бөлігіне айналып, социалистік идеологияның ықпалында болды. Кеңестік дәуірде елдің экономикасы, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы дамығанмен, бұл дамудың көлеңкелі тұстары да көп еді. Халық ауыр сынақтарға тап болды. 1921-1922 жыл және 1931-1933 жылдардағы ашаршылық, 1936 жылғы саяси қуғын-сүргіндерге қазақ халқының басына үлкен қайғы әкелді. Миллионнан астам адам қаза тауып, көптеген зиялылар атылып, жер аударылды. Алайда осы қиындықтарға қарамастан, халық өзінің мәдениетін, тілін және ұлттық рухын сақтап қалды. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Қазақстан майдан мен тылда үлкен ерлік көрсетті. Мыңдаған қазақтар соғысқа қатысып, ерлікпен қаза тапты. Соғыстан кейінгі жылдары ел экономикасы қалпына келтіріліп, өнер, ғылым және білім салалары дами түсті. Осы кезеңде қазақ жері индустриялық аймаққа айналды. 1980 жылдарының соңында КСРО жүйесі әлсірей бастады. Кеңес одағының саяси, экономикалық және әлеуметтік дағдарысы халықтың наразылығын күшейтті. Сол кезеңде қазақ жастары еркіндік пен әділдік жолында көтерілді. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы қазақ халқының азаттыққа деген ұмтылысының айқын бір көрінісі болды. Алматының орталық алаңына шыққан жастар ұлттық намыс пен еркіндікті қорғады. Бұл оқиға кейін тәуелсіздікке апарар жолдың бастамасы болды. 1991 жылы Кеңес одағы бір жолы ыдырады. Сол жылдың 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялап бекіткен еді. Бұл ғасырлар бойы азаттық аңсаған ата-бабалар арманның орындалған сәті еді. Елдің тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. Тәуелсіздік алғаннан кейін еліміз өз конституциясын қабылдап, ұлттық рәміздер бекітілді. Мемлекеттік тіл қазақ болып жарияланып, ұлттық мәдениет пен дәстүр қайта жаңғырды. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанның экономикасы, білім мен ғылымы, мәдениеті және халықаралық қатынастары қарқынды түрде дамыды. Ел әлемге танылған бейбіт мемлекетке айналды. Қазақстан БО, ТМД, ШО, ЕқО сияқты ұйымдарға мүше болып, халықаралық аренада өз орнын алды. Қазіргі таңда Қазақстан тәуелсіз егемен ел. Халық бірлігінің, бейбіт өмір мен тұрақтылықтың арқасында мемлекетіміз дамып келеді. Бірақ бұл тәуелсіздік ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы күресінің, төгілген қаны мен жанқияр ерлігінің жемісі. Қорытындыға келетін болсақ, қазақ мемлекетінің қайта жаңғыру кезеңдері мен тәуелсіздік тарихы біздің ұлттық рухымыздың айғағы. Алаш зиялылары бастаған тәуелсіздік жолы кеңестік кезеңнің сынақтары мен желтоқсан оқиғасы көтерілісі бәрі бір мақсатқа, яғни азат ел болуға бағытталды. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан сол ұлы
мұраттың жүзеге асқан көрінісі. Ендігі міндет осы тәуелсіздікті сақтау, елдің бірлігін нығайтып, рухани және экономикалық дамуға үлес қосу. Бабалар аңсаған азаттық біздің қолымызда, оны қорғау әр қазақтың қасиетті парызы.